Сәлем достар, Ангелик каналына қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз деген. Қазір біз тығылмашақ деген видео түсіреміз, как раз түн. Дала деген қап-қараңғы. Светті өшіріп түсіреміз бе не? Жоқ, жарықта түсіреміз. Светті жақып қойып түсіреміз. Қарашы бұны. Мен ғой іздейтін, сосын маған қиын болады қараңғыда іздеу. Үшін достар, мен іздеймін. Нейля деген вообще мен таба алмаймын. Мені табу үшін ғасыр керек. Ойбай. Бір ғасыр Анеляны іздейді екенбіз. Өте қиын жерлерге тығыламыз дейді қыздар. Бұл біздің жаңадан көшіп келген үйіміз достар. Если что, осы үйді видео барысында көресіздер. И мен қыздарды іздейтін боламын. В общем, Алиханда тығылады, Алиханды тығуға папасы көмектеседі ғой. Жомарттың өзі тығылмайды, Жомартты бірден тауып алады. Мен вообще таба алмайсың мама. Уже ойластырып қойдыңдар ма? Қай жаққа тығылатындарыңды ойластырып жатсыңдар ма уже? Ойластырып қойдым. Ал давай достар, сіздер аямай лайк басып кетіңіздер. Күшті комментарий, сүйікті смайликтеріңізді тастап кетіңіздер. Сосын маған мынандай жүре қойып кетіңіздер. Ал біз кеттік. Міне мен коридордан бастап жұмамын да, осы жерде кіреберісте жұмамын, есікте жұмам болмаса. Ал қыздар мына жақта тығылатын болады. Қазір бірге іздейміз. Нешеге дейін санаймын? 50. Құлағымды жауып ал дейді достар, 60-қа дейін санайтын болам. Көзімді жұмып, екі құлағымды қалай жауып тұрам? Көзімді қалай жұмып тұрам қой? Жарайды ал, 50-ге дейін санаймын достар. Неқта бізгі көрініп отыр қой. Ал сендер тығылып үлгіресіңдер ма? 50-ге дейін санағанда, неқта бізде Алиханда тығылады. Мен 60 па 50 ма? Жарайды 60-қа дейін санаймын. Ал сендер тығылып үлгеріңдер. 1, 2, 3, 4. Қайттан отырып айтам. Новыйдан санайым, новыйдан. 1, 2, 3, 4. Достар, мен диванның астын ойды болып тұрмын. Бірақ, достар, диван астында заттар бар. Мен сол жерге сеніп тұр едім ше. Қаға тығыламын, мама болып қалды уже. Достар, мен мына пердеге тығылайын деп тұрмын, бірақ қорқамын, мен ар жақ қараңғы. Сақпасыңыздар. Әлде мына жерге сияма мен. Общем, достар, қазір көреміз, осы жерге тығыламын мен. Мен терезенің арты бар, сол жерге тығылам мен. Мен қорқып тұрмын, бірақ сонда да тығыла берем. Мама таба алмайды деп ойлаймын. Негізі мен кроваттың астына сеніп тұрғанмын ғой. Бай достар. Мама болып қалайын деді. Достар, мен тала уже қара. Естім, адамдарға қара отырам ба? Достар, мен де әлі үлгіремін ғой. Мен үлгірем басқа жерге тығылам. Не жер болмай, қорқынышты қап-қараңғы тала. Үлгірем ғой, көріп қоймаса. Басқа жерге тығылайын. Тығылып болды деп ойлаймын. Мен іздеуге шықтым. Кім тығылмады өзінен көрсін. Бір тақпақ бар еді ғыдым, ұйқаспай қалдым. Ұмыт қалдым сондай. Ал мен іздеуге шықтым. Кім қайда тығылды екен? Так, қайдан бастасам екен? Так, залға қарай барсам екен. Қыздардың бөлмесінен бастасам екен. Неқта что-то свет өшіп тұр. Осы жақта сияқты ма? Давайте, достар, мына жақтан бастаймыз. Жұмыс істеп атқан жерінен тығылмашақ ойнап кеткенбіз ғой. Есіктің артында ешкім жоқ. Так, мұнда менмін. Шкафтардың ішінде симайды шығар, или сыю мүмкін бізде. Аякуш. Мыналарға симайды енді. Айтсам да перден артында біреу бар, е? Ал біліп қойдым, мен тауып алдым. Ку-кук. Десе ешкім жоқ па? Дұрыстап қарау керек өшім. Терезенің алдында ешкім жоқ. Перденің ішіне дейін кіріп кеттім. Вообще ешкім жоқ. Пердені көтекшейін. Давайте. Мына перде тоже ешкім жоқ. Шынымен бақта ешкім жоқ екен. Айтсам да на шкафта біреу бар достар, өйткені бұл шкафтың іші үлкен. Аяна ішіне сияды. Анеля симауы мүмкін. Но Аякош сияды. Неқта қыздары жұмыс жасап атқан. Кімді тауып алады екенмін ішінен, или ешкім жоқ. Ай, бар екен. Көк, рахаттанып жатсың ғой, аяғыңды көтеріп алып, Алихан. Күшті болып тауып алдым мен сені. Ойбу, мен тауып алдың ба, ойбу деп бірдеңе айтпайсың ба? Бер-бір саған. Шына тәттелеріңде тәттілер көп қой. Неқта киндер тұр, чипсы. Кеше анайдың алып келген заттар қыздардың. Мынау бізде Анеліктің шкафы. Анелікте бар екен тәттілер. Ой, тәттілердің арасында жатсың ғой сен, Алихан. Болмай тәттелердікі, ол тәттелер. Сен өзің тәттілерін жесе, өзіңде де бар шығар. Былай тұр. Болды, шықты, мен сені тауып алдым.
тәтелердің заттарына тиіспей ұрсат тәтелер ше, заттарына тисе ұрсат тәтелер өзінің. Шкафын жаба сал. Ойшым достар, мен Алиханды тауып алдым. Ішін шашып кеттік ау деймін. Қыздар енді өздері жинастырып алады. Енді кімді іздейміз, кеттік енді. Екеуміз іздейміз, маған көмектесесің. Иә? Достар, келесізде біз енді залды көреміз. Залда тығылатын жер көп емес ау деймін. Ойыншығымды жинасай, Алиханды күніне 100 рет айтамыз, бірақ ол жинамайды. Хорошо, что бір бұрыштай шашылып тұр. Бүчін жердің бәрінде шашылып тұратын. Так, мынаның астында орын бар, бірақ ояққа ешкім тығыла қойған жоқ деп ойлаймын. Өйткені оны ашып жабу қиын. Мынақа қарай біреу отыра салмайды жер, иә? Так, жоқ. Көрпешенің артын қараймыз. Көк. Жоқ, вообще бақты да перденің артын көреміз. Қараңыздар, осылай тұрғанда біреу тұрған сияқты артында. Аякуш сияқты шығар. Өйткені Анеля бұндай оңай жерде тығылмайды деп ойлаймын, но Аякуш жоқ екен. Бірақ терезе кішкентай, сол үшін алдына сыймайды. Мына жағында жоқ. Онда мына жағын көрейін. Ой, жоқ. Мына бізде төсек. Столдың арты бар. Мына шкафтардың іші үлкен. Осыларды көрейік. Іштері әйтеуір жиналып тұр ма? Ятай болып қалмасын. Жиналып тұр екен. Так, мына жақта жоқ. Мынаның ішінде сыймайды, өте кішкентай. Мына шкаф бізде бар. Тадам! Ал Алихан мына шкафтың ішінен қазір біреуді тауып аламыз. Или Анелюк, или Аякуш. Айтсам да, шкафтың ішінде, потому что бұның іші үлкен. Тадам! Вау! Жоқ қой мынаяқта. Тек мынаяққа көріп жатыр ма? Как будто қолын ұстап аяғын көтеріп тұратын адам сөп. Жоқ! Олар қайға тығылды? Кухнямен тағы бір бөлме алып бізде. Сияқты көреміз кеттік. Үшім мынаяқта жоқ. Қарадым. Так, келесі бөлмеге кеттік, достар. Ана жақта светті өшіріп қойыпты. Айтсам да осы жақта біреу бар шығар. Мынаяқта мен бәрін іздеп жүрген. Так, бұяқтың қаяғынан бастаймыз. Мынақа мен бір заттар жинап қойғанмын. Осының қасында жоқ. Терезенің алдында біреу бар, точно. Терезенің алдын қараймыз. Тадамка біреуді тауып аламыз. Или Анеля, или Аяна. Кукук. Жоқ ешкім. Мына жақта қуыс бар. Ошаға қыздар сүйеу мүмкін. Жоқ. Олар қайға тығылды? Жоқ қой. Так, астын көрейін, бірақ бұның астында заттар бар, кілемдер бар, жиналып тұрған. Ояққа сыймауы мүмкін. Так, бұның астында қыздар жоқ. Бұяққа сыймайды. Енді қақа. Тартпаларда жоқ қой, яғын бұяқты көрмей қойын зында да. Вдруг депше көре салайын. В общем, достар, біраз жерді көріп шықтым. Мына шкафтың ішінде болмауы мүмкін, потому что бұл шкафтың ішінде мен деген осы үйдің қолданбайтын заттарын қойып қойғанмын. Біз өзіміздің заттарды алып келгенбіз да. Бұл үйде осындай қолданбайтын заттарды қойып қойған. Бұяқта жоқ. Бұяқта ешкім жоқ. Мына жақта аша алмайды. Бұяқта стол тұр. Бұяқта бізде және төсек бар. Бұяққа енді мынау ашылмайды. Бұяққа ешкім сыймайды. Мына столдың астында ешкім жоқ. Опа, олар қайда енді? Мына жақта ешкім жоқ. Все, жарайды. Светті өшіре салайын, өшіріп кетіп тұғын біреу. Бір пысық кісілер өшіріп кетіп тұғын. Біздің үйде Аякуш пысық. Тадам! Давайте, достар, енді барлығымыз бірге кухняны көрейік. Айтсам да осы жақта болуы мүмкін. Или білмеймін басқа жақта. Мына шкафтардың ішінде жоқ, бұл жақта ыдыстар. Мына жаққа сыймайды. Мен осындай дастархан төсек қойғанмын ғой енді. Заттарым ықыпта тұрсын деп. Так, мына жақта жоқ. Мына жақта бізде ұн. Ана жақта бізде тупик. Қуыс ол жақта ешкім сыймайды. Сонда да көре салайын. Ешкім жоқ. Алихан, тәтелер қақты, мен барлық жерді қарап шықтым. Ваннаны қарамадым. Ваннаны давай кеттік. Екеуі де ваннада емес шығар, бірақ туалетке тығылмайды енді. Есіктердің артын көріп жүрмін ба мен өзі? Жоқ бұяқта. Давайте ванны көрейік.
деген. Жоқ ваннада. Анелия, достар, мен қақтан табам деп атсам. Ойбай, пысық. Мен мынадан вообще байқап тұрған жоқпын ғой. Аян су болып қалмасын. Мә, сен біраз іздедім ғой, Анелік менше бүйтіп. Достар, енді қақтан іздейміз деп қойды. Қарап жатыр едім ғой. Алақай, Алиханды, ой, атың кім еді? Анелияны таптым, Алиханды таптым. Мынақты құлап жатыр. Аяқұш таптың ба? Енді аяқұшты іздеу керек. Аяқұш деген бүкіл үйді қарап шықтым, қақта болуы мүмкін. Білесің ба? Айтсай примерно. Өлі, Жомарт көмектесті оған тығылуға ше. Қайқа жіберді. Мен мына бөлменің бәрін қарап шықтым. Қайқа тығылуы мүмкін? Диван астында қарадың ба? Қарадым, диван астында деген кілемдер тұр. Бұл жердің бәрін қарадым мен. Перде бар ма, шкафтар бар ма? Мынаның асты болмаса, бірақ енді уақытта тұншық қалады ғой. Мынаяқтың бәрін қарадым. Аяна, сен қайдасың? Вообще мен таба алмай жатырмын, кәдімгідей жоқ. Достар, аяқұшты мен таппадым. Білмеймін, бәрі жерде қарап шықтым енді. Мынаның төбесін қарадым, е? Қарадым. Жерде қарадым, достар. Аяқұшты таба алмай жатырмын мен. Шынымен де қақта енді ол, қақты қарамадым. Мен бүкіл жерде қарадым ғой. Ана шкафтардың үшін дұрыс қарамадым бәлде. Дұрыс қарадым вроде бәрін. Так, мынақты шкафты жаңа қарадым. Я, бір қараған жерімді ұмытып қалмаймын ғой. Жоқ. Жоқ. Қайда? Аяна, сен таба алмай жатырық. Аяқұш, шыға бер, қақтасын, таба алмадым сені. Қай бөлмеде? Спальныйда. Ана бөлмеде болуым. Бірақ оның барлығын қарап шықтым. Аяна, айта бер, қақтасын, біз бұл үшін таба алмадым сені. Бұл жақтан дос шығып жатыр ма? Аяна. Айта бер. Қақта дейді? Аяқұш. Қайдасың, Аяна? Бұл жақтан шығып жатыр ма? Мына ашынан. Өлі, Аяна. Мен сен таба алмадым. Аяна жеңді. Ары қарай құлап кетпе, төсек бері қарай құлап кетпесін. Қалай шықтың оның үстіне? Екең тестап алдым. Бірінші Алихан, екінші Анелия. Үшінші Аян. Жоқ, Аянан мен таппадым. Аяна бүгін жеңді, молодец. Терлік кеттің ба? Кел. Қалай түсесің енді сені? Шашыңға. Терлік кетіпті ғына жақта. Молодец. Январда кондер қосып қояйық енді декабрде. Ой, жоқ, қазір қандай? Ноябрь. Қыстың ортасына бірақ шықтым ғой, әлі қыс болмай тұр. Давай абайлап түс енді. Молодец. Бүгін Аяна бізде жеңімпаз болды. Достар, бүгін Аяқұш жеңді. Ура! Мен Аяқұшты вообще таба алмадым. Сөйтсем, төсектің артына, жастықтың артына тығылып қалыпты ғой. Молодец. Папа күшті жерге тығып қойыпты. Сонымен мен видеоны осы жерде аяқтаймын, достар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Пока-пока.